Елімізде шетелдік көліктерді заңдастыруға берілген мерзім таяп қалды. Қазір көлікке арналған халыққа қызмет көрсету орталықтарында ұзын сонар кезек. Көлігін рәсімдеп үлгермегендер 4 күн ішінде, яғни 1 шілдеге дейін өтініш беріп үлгеруі тиіс. Бұл автокөліктер талаптарға сай келетін болса, көрсетілген мерзімнен кейінде заңдастыру құқығы берілмек. Ал уақытында тіркеуге тұрмаған шетелдік көліктердің тағдыры не болмақ? Сәбит Әлдебай мамандардан сұрап білді. Елімізде бүгінге дейін 177 мыңнан аса шетелдік автокөлік тіркелген, олардың 10 мыңға жуығы құрастырылған көліктер. Ал көлігін рәсімдеп үлгермегендер 10 күннен бері халыққа қызмет көрсету орталықтарын торуылда жүр. Бірақ жүргізушілердің көпшілігі көлікті заңдастырып үлгермей қаламыз ба деп алаңдайды. Үлгереміз ба, үлгермейміз бе, өткізіп уақытын созып берсе болмаса. 3 машинам бар, білмеймін, өткізе алмайды. Сонымен жүреміз. Кішкене уақытын созып берсе ғой бізге. Кішкене көмек болар еді. Менде сары номер. Кезінде сатып алған машина ғой. Енді июль айының 1-іне дейін деп айтып жатыр ғой, бірақ көбісі может үлгермейді де шығар. Жаңағыдай залог дейтіні бар, Россияның рус учеттары. Сары номерлер енді біздер үлгереміз ғой. Ал бүгін Ішкі істер министрлігінде өткен брифингіде ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспектор мұнда көлік тізгіндеген жүргізушілер 1 шілдеге дейін өтініш беріп үлгеруі тиіс дейді. Оның айтуынша 1 шілдеге дейін өтініш бергендердің сұранысы 1 қыркүйекке дейін қаралады. 1 шілдеден бастап ол көліктерге өтініштерді қабылдау жұмыстары басталады. Бұл жерде тағы да дұрыстап айта кетуім керек деп ойлаймын. 1 шілде күні біз тек қана осы заңдастыруға өтініштерді қабылдауды тоқтатамыз. Ол күнге дейін өтініштерді беріп үлгерген азаматтарымыз әрі қарайда біз сіздердің өтініштеріңізді қарап, әрі қарай тіркеу амалдарын жалғастыра береміз. Ал бұған дейін сақтандыру полисін алмағандар көлікте тізгіндеуге рұқсаты жоқ болғандықтан көліктерін тексеруге апара алмай жүр. Сондай-ақ елге көлігін 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелгенін түрлі себеппен дәлелдей алмай отырғандар да жетерлік. Бүгін осындай азаматтардан құралған белсенді топ көлікті тіркеуге көмек берілсе деп үндеу жолдады. Ол автокөлікпен криминалистерге тексеруге, вин-кодтарын бәрін тексеруге, былайша айтқанда ручная сверкаға бару үшін автокөлікпен бару керек. Автокөлікті жүруге сақтандыру полисім жоқ. Осындай тығырыққа келіп тіреліп қалып тұрып, сақтандыру полисін жылдың аяғына дейін беруді, созуды сұраймыз. Мамандар 1 шілде тек көлікті заңдастыруға өтініш қабылдау тоқтайды дейді. Сондықтан жүргізушілерге алаңдауға негіз жоқ екенін айтады. Өйткені 1 шілдеден кейін түрлі себеппен көлігін елге тіркей алмай отырғандардан өтініш қабылдау басталмақ. Қазір құжат рәсімдеуді жеделдету үшін халыққа қызмет көрсету орталықтары күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшкен. Айта кетейік, мұнда соңғы айда 13 мың көлікті рәсімдеуге өтініш қабылданыпты. Мамандар олардың 90% жақын уақытта заңдастырылады дейді. Сәбит Әлдебай, Атамекен бизнес арнасы.